Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Версус. Бүгін бізде сезон аяқталған екен Бравл Старста. Біз осыны ойнайтын боламыз. Сандық бұның ішінде явно маған бір подарки беру керек. Мінекей 3 предмет и Мипл. Миплға осындай чемпион по боулингу деген іскен беріп жатыр екен. И спрей берді. Өте жақсы, яғни бастамасы. И сразу бізде не өзгерген көріп отырық. И бұл жерде Субай серфтің суреті тұры екен. бір қызық нәрсе болғалы жатқан секілді. Бұл жерде не жатыр? Опа, бір алып бас дейді. Бағасы что-то скидка секілді ма қалай? И көшіреміз. 2,5 теңге тұрады екен. Айтпеңіздер достар, енді что-то осыны алып қалады секілдімін. Что-то арзан, слишком арзан да. Ал мұнда өше 3 мыңға ма алып жүр. Что-то бұл енді өте жақсы бізге не десем болады. Қолай скидка білін алатын шығар болды. Онда тағы нелер бар екен. Опа, мінекей гавс дейді ма, не бар? Сиба иммунитамен тануки Джейси бар екен. Осы екен 4 мың зат тұрады екен. Осылардың біреуін алып қалатын секілдім. Что-то қалай ойлайсыздар, қайсысы жақсы деп. Мінекей тағы нелер бар, енді бір алып баста алам-ау. Енді ойланып тұрмын, кішкене алсам ала салам-ау осыны. Мінекей. Біз бір алып бас алдық достар. Қазір мінекей видеоны өшірмейміз. Конца мінекей. Главное, видеоны өшіп қалып түспей қалмаса болғаны. Сразу мінекей 16 уровень көтеріп алдық. Қараңыздар, боец. Мінекей керемет скин беріп жатыр. Бізде осындай события шығыпты. Мына скиндарды қараңыздар, көп екен. Екеуі өтірік скин екен. Жақсына GG Poco деген енді мықты скин екен көрініп тұр. Енді мұна скинді алсаң что-то арман жоқ секілді. Мұна жақта тағы не бар? Мінекей эміз бар. Ондай жасыл түрі бар екен. Мұна түрінде бар екен. Жақсы, енді бұл енді типа сель ма? Новый события шығыпты. Мұна события енді что-то түсініксіз. Енді общем 10 контрольный точкаға бар деп тұр. Короче, ойнап жатып көріп аламыз. Кімді алсам болады, что-то қарайық. Әркім өзі үшін деді, сол үшін енді мықты біреуді ала салған дұрыс. Енді бұл ма, или кішкене төменде уровеньді боец алам ба? Қарау керек, хотя бы онда болса мінекей квесттерімізді көріп жіберейік. Өйткені мен квест орындауым керек. Себебі білесіздер енді. Бравл пасты ертерек ашып тастағым келіп тұр енді сіздер үшін. Контент болса айтпесе видео шықпай кеткен. Ұзақ болды енді. Менде видеолар бар, жалпы идеялар да бар, бірақ түсіретін уақыт болмай жүр. Енді кешірім сұраймын. Бұл жерде не болып кеткен, бәрі өзгеріп кетіпті. Енді бұл жерде қалай? В общем, бұлай редкий байцтардың ішінде кімді алсам деп отырмын. Вольтты. Мінекей Вольтпен осы, в общем, ойнап көреміз енді. Жалпы Вольтта келіп қалар болған енді. Мен не істеу керек екенін нақты біліп тұрған жоқ. В общем, ссылка бойынша жүру керек секілді. Мінекей, в общем, осы ссылка қарай жүр дейді. Найки уже ё-моё, сразу использовать через секунд кетті. Қалай бірден білетін секілді. Ол сразу тіліп менің артыма атқылап жатыр. Рисовать етіп. Мына жасыл точкаға бару керек. Опа, жетістік. Мінекей, түсінген секілді. Осы 3 точканы айналып жүгіру керек секілді. Ёпты, мен жүре абайлаңдар. Сразу өтпеймін енді мынау дебил болсын. Мынаны өлтіреміз. Скорс қосады екен. Мінекей скорс қосады. Мынау уже басы қойып жетсін. Абайлау керек. Сразу үш оғына да тие сол айналып барып. Мінекей пойыз жүріп жатыр. Что-то енді айналып өтейік. Мінекей болғанда жеттік. Уже 2-ші орында келе жатыр. 3-ші орында келе жатыр. Өтіп тастаймыз. Менді өтіп тастады. Мынау король екен. Мынау дәл тегізеді оған. Езілді. Опа. Өтіп тастайсың. Ол енді өтіп тастады енді. Амал жоқ, қайтадан барамыз енді. Жетіп алу керек. Мінекей, мынау қуады екен. Қазір қашып кетеміз, ешкімге тегізбей қашу керек. Оны жетісіпті базарда.
Опа, деп жетісіп кетеміз бізде. Я уже остался 3. Енді тез оны өлтіріп керек енді, в общем. Что-то ой, что-то қателесіп жатырмын, екінші орында келе жатыр. Артымда үшінші орындық шелек жатыр. И сразу секіп кетеміз, оны өлтірмес қалып. И мына Дэрилді да өлтіре алмай қалдым. Что-то енді ұтылып қалған секілдіміз енді. Ұтыл қиындау болады. Мына бода артымыздан қалмай енді қиынап жатыр бізді. В общем, біз әлі екінші орындамыз, базар жоқ. Что-то қарап қоямыз. Ой, не болып кетті. В общем, ультамды қолданып жетіспей жатырмын. И уже Дэрил ұтып қойған шығар. Айти. Опа, мінеке құтылдық. Қашып енді өліп қалмай барып алсақ жетеді. Опа, мінеке. Әлі 3 деп тұр, в общем. Мінеке уже көріп отқаныңыздай. В общем, жалпы бізге өлтіру керек, сонда біз тез жүгіреді екен, біз соны түсінгенім бойынша. И мұнаны өлтіріп кетіп, опа деп, ой, жетіспей қалдым. Әзірше әлі үшінші орындамыз. Міне Дэрил біз қасымызда жүр. Қашып кетейік. Опа, мінеке өлтірдік. И сразу қазалып қаламыз, в общем. Мына шеледі өлтіре аламыз да. Опа. Опканың атакасына қашып жетіскенімен, бірақ тим ұтып кетті, базар жоқ. И біз үшінші орында алдық. В общем, не береді екен көрейік. Анимация мынау деп тұр. И бізде мінеке сандық ашатын боламыз. Подписаться етіп кетейік. Енді көреміз ішінде не бар екен. Қызық әрине. Ішінде 5 предмет бар. И бізге не берді? Магнит дейді. В общем, любой бойцы өзіңе тартып аласың дейді. И бізде сылпылдап тұр. И базар жоқ, гиперзаряд берді, достар. Мықты мен ойлаған, мен бұда ештеңе түспейтін шығар, дайын болсын. Заты шығар деп ойлап едім. Өтірік. В общем, не көріп отырғаныңыздай бізде, опа, айтпақшы бір алып бас алғаннан кейін осылай береді. И біз Тануки Джессиді алатын боламыз. Өйткені осы схема кішкене қаттырақ ұнады. И алдағы уақытта уже біз уже не, бір алып басты алғаннан кейін біленгей бізде уже артылып жатады. Тағы да бір скин алуға жететін шығар. И көріп менде 130 гем бар екен. Аты қаяқтан шыққан 130 гем білмей отырмын жалпы. По идее, мен гемдерді құртып тастаған секілді едім. В общем, бұл да алып ойнап көрем деп шештім. Уже мінеки бірінші келе жатыр. Что за несправедливость па қалай? Енді келгенде көріп қалған базар жоқ. Абайлап бұлай жүгіреміз. Сразу опа өлтірдік. Дискурсымыз что-то өте жай. Ой, жетіп қойды уже. Бірінші бот отып кетті. Енді 5 рельс алдық. Енді жетеме екені қарап жіберейін. Қатеспен жету керек. Опа, мінеки. Сразу уже. Тағы да ашатын боламыз. Енді бұдан ештеңе түсе қоймас. Или түсіп кету мүмкін. Скиндер түсу мүмкін, айтпақшы. 2 рельс қалды деп тұр бұл жерде. И ашамыз. Ішіне бізге осындай зат шықты. Білмеймін, новый супер субвай дейді. Түсінген жоқ. В общем, өздеріңіз оқып аларсыздар. Енді ары қарай аша берейік. Что-то қызық ештеңе жоқ екен. 150 берді кредит. Ары қарай берейік. Енді мынадан қарағанда поезд таңдайық. Өйткені поезд жолда жүгіретін шығармыз, может, білмеймін енді. Магнитті білеміз, бірақ мынаны субайсорта көрмеппін. Енді поездың суреті бар жоқ еді. Енді бір қызық өздерінің типа идеясымен шығарған шығар. Енді бұл қалап, енді бізде опа. Ой, бізді бүйтіп көрге болады екен. Мінеке уже нешеуін ашылады. Базар жоқ. Бұлай кете бере ма? Сонда до конца кетсек не болады екен? Сонда бұлай көре берге легендарка бар екен, базар жоқ. Просто айнала береді екен. И потом бізде стардроп. И монетаны үйіп тастапты, базар жоқ. Чисто монета екен, 26 күн ба. Енді осын ойнау керек, енді өткізіп жібермей бұл событияны. Ондай болса, что там не істейміз енді. Ондай болса видеоны аяқтайық, достар. Жалпы мен дұрыс істеген жоқпын, өйткені. В общем, менде қалай айтқандай алдында зат шығып еді, бір новый боец шығып еді, эпический. И соны, в общем, мификтің орнына соны бірінші аласың ба дегенде мен соны алмай қалған едім. И мінеки Тануки Джессидің қасында летний Джесси бар екен, и красный дракон. Жалпы летний Джесси ма қаттырақ ұнайды.
Осыны таңдай беретін секілдімін. Уже біз 18-ші уровеньде тұр екенбіз, бір алып паста. Жалпы пас қалыпты, оны да орындау керек. Тастап кетсем ертең білесіздер, мені орындамайтынымды. Амалсыздан орындамасын, былай орындамаймын. Сол үшін күнделікті орындап тұру керек. Мінекей мен Чактың орнына, в общем, эпик персонаж алу керек еді. Новенький шыққан, бірақ мен алмай қалдым. Соң кесін енді бір алып пастан алатын боламын. Онда осымен видео аяқталды достар. Сіздермен болған мен Версус. Қош, сау болыңыздар достар.